Қайырлы күн оқырман. Арнама тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл менің каналым үшін өте маңызды. Зәулім үйдің құпиясы. Педагогикалық білімді бітірген соң жұмыс іздеуге кірістім. Бірақ балабақшадағы төлейтін айлық анамның емінің ақысына жетпейтін болған соң, басқалай жақсы айлық төлейтін жұмыс іздестірдім. Солай бір танысым арқылы қалада бір байдың жеке бала күтушісі болып жұмысқа тұруға келістім. Анамды Аллаға аманаттап, чемоданмен заттарымды жинап қалаға келген едім. Айтқан мекенжайға келіп тұрмын. Өз көзіме сенбей қайта-қайта адреске қарап қоямын. Дәл өзі. Алдымда оюлы заводың арғы жағында 2 этажды керемет сәулетпен салған үй тұр. Үйге тамсанып қарап тұрғанда заводың жоғарғы жағында 2 камера өткен-кеткенді түсіріп тұрғанын байқап қалып, ашылған аузымды жауып өзімен келіп, ішке кіруге заводды ашу үшін не істерімді білмей шұқыланып кеттім. Ары-бері өткен адамдардан ыңғайсызданып қоямын. Бәрі маған қарап күліп кетіп бара жатқандай. Ауылдағы үйреніп қалған завод болса, аяқпен бір теуіп кіре беретін. Бұл бәлені тепсең, сигналы бақырып кетіп, тоқ бірдемеге соғылып қалам ба, әлде охранник келіп ұятым шығама деп қоямын. Ерекше кнопка іздеп, есім шығып жарты сағат тұрдым. Сөйтіп алдымда тұрған көк ящик сияқты бірдеңенің үстінде тұрған ақ кнопканы бастым ғой. Ішімнен мынандай үйде тұрған адамдар не ішіп не жейді екен деп сұрап та қоям. Келіп кетіп жұмыс жасағаным жақсы еді. Бірақ тұрып жасасаң қымбат төлеймін деген соң келіскен едім. Бір-екі дыңылдаған соң орта жастағы әжейдің даусы шығып, аты жөнімді сұрады. Толық танысқан соң есік кілттен босай сала заттарымды сүйреп, дәу қызыл есікті итере ішке кірдім. Заводың ішіндегі көріністерді көргенде тіптен есім кетті. Құлағы қалқиған, қаңғыбас иттерден қарағанда әлде қайда күтілген 2 сары ит орнынан тұрып, қырылдаған даусымен мені тіксініп қарап тұрды. Жататын жері ауылдағы менің үйімнен әлде қайда әдемі екен аңғардым. Жан-жағыма тамсана қарап келе жатқанымда повар формасын киген, шашы ақшылдау, әшке таққан тәте есік алдынан күтіп алды. Тәте ештеңеге назар аудармай, бірдеңелер айтып, алдыға қарай жүріп барады. Үйдегі ғажайыпқа толы мебель, жиһаздарға қарап таң қалмау мүмкін емес. Тәтенің бір сөзін естіп, екіншісін естімедім. Басым айналып құтты бір сарайға келген сияқты. Ақырын жүріп тәтедің артынан ас үйге ере келіп орындыққа отырдым. Ас үйде не жоқ десеңізші, как будто ыдыс сататын базардың бір бутигін көшіріп әкеп қойғандай. Тәте үйреніп қалған ісін жалғастырып титықтап бірдеңелер істеп, арасында маған сұрақ қояды. Өзі осы үйде повар болып жүргеніне 3 жылдай болыпты. Бір баласы бар, үйленген екен. Өзі жайында әңгімені сөз арасында қыса жүріп, сөзін жалғай, тез үйреніп кетесің. Бастысы анау ұл мен қыздың көңілінен шықсаң болды. Тырысамын деп сөзім үзіле шықты. Өзім біраз қобалжып тұрмын. Үй әдемі болғанымен ешқандай жылулық сезінбедім. Бір түрлі суық тартып тұрды. Тәте ежектеп жүріп, төменгі этаждағы бұрынғы нәня тұрған бөлмеге алып келді де, осы енді сенің бөлмең. Заттарды жайғастырып, ас үйге келерсің. Кеште батып қалған екен. Қазір оларда келу керек. Мен асқа мұна кірісейін. Дастархан басында балалармен таныса жатарсың. Кстати, ұмытпа, балаларға анасы жайында әңгіме қозғаушы болма. Ол тіпті хазайынға да ұнамайды. Ұмытып кетіп жүрме, деп ескертіп шығып кетті. Мақұл деп қала бердім. Тәте кете диванның үстінде шалқамнан түсіп жатыптым. Шағын бөлменің іші сондай тартымды. Тіпті телевизор да қойып қойған. Душы, туалеті де бөлек. Бөлмеде еркін қалған мен әр затты мұқият көріп шықтым. Кейін душқа түсіп, реттеліп болған соң ас үйге қарай келген едім. Тәте де дәмді тамақтармен толтырып үстел жасап қойыпты. Көмектескім келіп еді, бізде әркім өз жұмысын істейді. Олар келді. Осы жерде отыра тұрсаң болады деп, бөлектеу жерде тұрған диванды меңзеп. Көп өтпей 6 жасар ұл бала ертіп кішкентай қызды мойнына көтерген, ұзын бойлы, арықтау, денесі ірі, қасы көзі қара ер адам ас үйге кіріп келді. Сондай сымбатты болатын. Бір көргеннен
Айтарға сөз таппай тілім байланып тұрып қалдым. Бетім қызарып, ыңғайсыз жағдайға түскен адам сырт көзге ерекше көрініп қалса керек, повар тәте бірден сөз бастап: «Няня қыз ғой, өзіңіз айтып едіңіз». Иә, қош келдіңіз». «Иә, келдім, қош келдім» деп мұрныммен сөйлеп міңгірлеп. Өмірімде бірінші рет осындай ыңғайсыз жағдайға тап болдым. Сол кездегі бейнемді қазір көз алдыма елестетсем, өзіме жыным келеді ше. Уақытты кейін шегіндіріп, сол жерді түзеп қайтадан алдыға жүргізетін машина болса қуана келісер едім. Ол кісі де менің біртүрлі болып қалғанымды аңғарса керек. Қызын орындыққа отырғызып жатып: «Лиза, қазір саған няняң тамақ береді» деп маған қарайды. Хозяинның әр қимылына қарап тұрған менің әрекетімді тәтенің ерекше тәлікеге құйылған сорпаны солнышкаға суытып бер дегені бұзып жіберді. Тарелканы алып, хозяинның жанында отырған қызына тамақ бергенше қара терім шықты. Ұлы екеуі ерекше вилка, қасық, тәрелкемен үнсіз әдеттегідей тамақ ішіп отырғанымен, арамыз екі қадымдай жер болғандықтан, ол кісінің сепкен әтірі, ерекше энергиясы маған әсер етіп тұрған еді. Лизаға тамақ беріп бола, олар да астарын ішіп, хозяин орнынан тұрып жатып: «Есіміңіз Айша, иә?» «Иә». Асыңызды ішіп болған соң, Лизаға ертегі оқып беріп ұйықтатып, ұлдың аты Ақжанды да төсегіне жатқызып, бәрі біткен соң менің жұмыс кабинетіме көтеріліңіз деп шығып кетті. Ол кісі кеткен соң рахаттанып алдымдағы асты опырдым-ау. Әбден қарным ашқан екен. Лиза сондай әдемі қыз. Әңгіме айтқанды ұнатады. Аздап ойнатып, түн болған соң ертегі оқып беріп, төсегіне жатқыздым. Ол ұйқыға кете Ақжанның бөлмесіне кірген едім. Ол компьютерлік ойын ойнап жатыр екен. Мені байқамаған адамдай кейіп танытты. Бірге ойнайық дегенімде қабағын түйіп бір қарап, мені икері итерді де түк болмағандай ойынын жалғастырып кетті. Не айтатынымды білмей біраз отырдым. Кейін телефонымды алып келуге төменгі этажға түскенде қатты айқайлаған әйел адамның дауысын естідім. Өте жақын естілді. Сондайда неше түрлі елес, бірдеңе есіңе түседі ғой. Үрейге берілмеуге тырысып, назар аудармай өте бергенімде тағы одан қатты дауыс шықты. Бұл жолы назар аудармауға болмады. Бөлмеге кіріп, төсек үстінде тұрған телефонды алып жүгіре үстіне шығып едім. Хозяин да ентігіп үстінде тұр екен. Қайдан шыққаны белгісіз, қабағы түйіліп ентіккен дыбысы естіледі. Түрі сұрланып кеткен. Мені көріп беті басын түзе: «Екеуін ұйықтатыңыз деп едім ғой. Осында не істеп жүрсіз?» деп айыпта сөйлеп. Лиза ұйықтады. Ақжанды енді ұйықтатайын деп жатқанмын. «Жақсы, бара беріңіз. Ол компьютер көп ойнамасын. Бірдеңе қылып тез жатқызыңыз» деп сөйлеп бөлмесіне кіріп кетті. Жақсы деп таңдана Ақжанды ұйықтатуға кеттім. Оны ертең паркке барамын деп әзер көріндіріп ұйықтаттым. Ойым өн бөлінді. Санамда сан сұрақтар. Не болып жатқаны түсініксіз. Ақжанды ұйықтатып, бөлмеден шыға құжаттарымда келіп, хозяинның жеке жұмыс бөлмесінің алдына келіп есік қақтым. Іштен кір деген дауыстан кейін ақырын есік аша ішке ендім. Бөлме іші ала көлеңке. Столдың үстіндегі қол лампағаны жанып тұр. Алдындағы қара диванды меңзеп отыруды ұсынды. Өзі орындығын үстелге жақындатып, екі қолын саусақтарын бір-біріне түйістіре үстел үстіне қойып ыңғайланып отырды. Мен хозяинның нұсқаған диванның шетіне сырғып түсіп кетердей ілініп отыра, қолымдағы медициналық книжка бар, дипломның көшірмесі бар, бәрін алдына қойып, екі тіземе қолымды сүйеп қоя, документті мұқият тексеріп жатқан басқа қарап отырмын. Кенет светтің жарығы хозяинның қолының үстіне түсіп, жаңадан пайда болған тырнақталған екі сызықты көрдім. Жарақат алғаны көп болмағанын сызықтың үстінен қызарып шыққан қанның іздерінен ақ білуге болар еді. Қорқыныштан жүрегім шымырлап кетті. Қазір мені бас салатын жыртқыш аңдай елестеп кетті. Солай хозяинға қарасам, спокойно қағаздарды парақтап отыр.
бәрімен танысып болса керек, құжаттарды алдына қойып жатып, өте жақсы Айша. Айлық жалақаң 300 мың теңге болады. Только балалармен ғана жұмыс жасайсың. Оларды толық саған сеніп тапсырсам болатын сияқты. Таңертең Ақжанды мектепке жүргізушім апарады. Түсте алып келеді. Ол аралықта сен Лизаға көңіл бөлесің. Развивающий игры дейді ғой, сонымен айналысасың. Аптасына 1 рет демаласыз. Басқа да сұрақтар болса, бірге талқылаймыз. Боссыз. Барлық айтқанына жеке пікірі жоқ адамдай басымды изеп келісе бердім. Сондай өзіне сенімді, әрі сымбатты жігіт. Жамандыққа қиғым келмеді. Бәрібір оймен ақтап аламын. Соған қарағанда басым кетіп қалған сияқты. Тіпті алдында қалай отыруды да білмедім. Кабинеттен шыққан соң еркін тыныс алдым ғой деймін. Бір өз болып отырамын деп дем жетпей қалғандай болды. Анандай айлықты естіп көрмеген мен іште маладесей деп қолпаштап қойдым. Бір сәт бағанағы ойларымды ұмытқандай болып, солай бөлмеме кіре рахаттанып ұйықтап қалыппын. Лиза келіп есік ашып маған қарап тұрғанда бір-ақ ояндым. Таңғы астан кейін Лиза екеуміз ойынға кірістік. Кешегідей емес, үйдегі заттарға көзім үйрене бастады. Лиза ішіп отырған йогуртты жерге төгіп алып, соны сүртуге тряпка іздеп жүріп, баспалдақтың жанында қара құлып салынған ақ есікті көрдім. Кеше түнде мен үстіне жүгіре шыққанда, хозяин осы есіктің алдында тұрғаны ойыма оралды. Анау шыққан әйел даусы осы есікпен байланысы бар сияқты көрінді. Бір жасырған құпияның бары анық еді. Түскі аста тамақ ішіп отырып повар тәтеден, «Тәте, баспалдақтың жанындағы есікте неге құлып салынған? Ішінде соншалықты не бар?» «Дұрысы оны ұмыт. Осы айтқаның арамызда қалсын. Ол есікке тіптен жақындаушы да болма» деп көзін бақырайтып. «Жарайды» деп үнсіз келіскенімен, ол есіктің арғы жағында не бары мені қызушылығымды оятты. Күнде жалғасын тауып, күндегі ісім күнде қайталанып жатты. Анау есіктің күндіз ашылмайтынын түсіндім. Бір күні сол әйелдің даусы қайтадан шыққандай болды. Ұйқы киімінің үстінде орамал іле салып, баспалдақпен ақырын көтеріліп, жан-жағымда аңди жүріп, жақындап жаңағы есікке келдім. Жартылай ашылған есіктің ар жағы тас қараңғы. Есікке жақындаған сайын жүрегім дүрсілдеп кетті. Арғы жағынан бір аппараттың тызылдаған даусы ғана естіледі. Енді жақындап есіктен сығалай бергенімде, арғы жағынан дүрсілдетіп жүріп келе жатқан адам аяғының дыбысы естілді. Артқа бұрылып, баспалдақтың астына жасырынып үлгердім. Ішінен шыққан хозяин жан-жағына бір қарап есікті ақырын жауып, әдеттегідей қара құлыппен бекітіп үлгерді. Кілтті халатының қалтасына салып, ұйықтайтын бөлмесіне қарай кетті. Сәл қалғанда ұсталып қалудан азақ алдында қалдым. Басқан аузымнан қолымды алып, жаймен дем алып, астындағы бөлмеме түсіп келемін. Аяқ қолым дірілдеп, өзіме келе алар емеспін. Денемнен бір адреналин бөлінді. Бөлмеге жеткен соң, еркін дем алып, жаңағы жағдайды қайта елестеттім. Менің ойымша, хозяин жасырын бір іспен айналысатын сияқты. Әлде біреудің қызын ұрлап кетіп, қамап ұстап, ақша талап етіп отырма? Мүмкін ғылыми зерттеу жасап жүрма екен. Анау бір көрген фильм кейіпкерлер есіме оралды. Жасырын лабораторияда адамды өзгертетін бірдеңенің сынағын жүргізбек болып, жас қыздарды ұрлап кететінше, еріккен байлардан бәрі шығуы мүмкін. Мен бәрібір не екенін білмей қоймаймын деп, өзімді әлемді құтқарайын деп жатқан ағылшын фильмдерінің кейіпкері сезініп кеттім. Солай таңды көзбен атырдым. Таңның атысымен, күннің батысымен аңдитыным бір есік. Кейде сол байға әйел адамның дыбысы шығатын. Алғашқыдай есіктің алдына жақын барудан жүрек сүндім. Жұмысқа да үйренген сияқтымын. Алаңсыз қайталанып жатқан бір тіршілік. Бастықта үйіне келеді, жұмысына кетеді. Лиза маған бауыр басып үлгерді. Ал Ақжан болса, түрлі қылық шығарып мені подстава етіп кететін. Ол баланың ішінде өмірге деген өкпе реніші бар сияқты. Бүгінде сол әдеттен таймай, Лизаны есік алдына шығарып,
ойнатып отырмын. Шөл қысқан соң Лизаға осында ойнай тұр, су ішіп келейін деп жүгіріп ішке ендім. Повар тәте түскі ас дайындайтын уақыты еді, ас үйде болмай шықты. Тамақ дайын тұр. Кастрөлдің қақпағын ашып кеткен екен. Енді ғана ыдысқа тамақ құйғандай сыртына тамшылап аққан сорпаның дақтары тұр. Біреу артынан итеріп жүргендей ойымда ештеңе жоқ құлып тұратын есікке келдім. Өмірі ашық тұрмайтын есік жартылай ашық қалыпты. Ойланбай ішке ендім. Баспалдақтан төмен түсіп келемін. Қабырғаға кішкентай светтер жанып тұр. Төмен түскен сайын қорқыныш пен қобалжу бойымды билеп, аяғым тартар емес. Сонда да ойымдағы сан сұрақтың жауабын білу үшін алға ұмтылдым. Баспалдақ бітіп, аппаратпен бір төсектің басы қылтиып шыға бастағанда, кенет тоқтап, бұрыштан сығалап тұрған сиырдай басымды қылтитып қарадым. Төсек үстінде ақ пижама киген бір әйелге повар тәте тамақ беріп отыр екен. Бөлме іші аядай ғана. Толық қарай бергенде аяғым сырғып кетіп алдарына құлап түстім. Мені көрген әйел бірдеңе болғандай айғайлап, шаштарын жұлқылай, маған қарап атып ұмтылды. Есім шығып алды-артыма қарамай тұра қаштым. Артымнан қуған сияқты болғанымен, бөлмеден шығар ас үйге бет алып сол жердегі заттарды қирата бастады. Газдың асты толық өшпеген екен. Сорпаның майына от тиіп, жанындағы құрғақ орамалға тиіп, ас үй көк түтінмен жартылай отқа оранды. Қорқып тұрса да, аузымды баса ас үйге кіріп әйелді құтқармақ болдым. Бірақ ол мені күтпестен ашық тұрған терезеден секіріп кетті. Сол аралықта тәте пожарный шақырыпты. Жан-жаққа көк түтінге оранып ас үйден шыға есімді жоғалттым. Ояна келсем, бөлмеде жатыр екенмін. Жанымда скорыйдың адамдар, повар тәте мен хозяин отыр. Мен есімді жиған соң, жағдайы бір қалыпты деп, анықтама жазып беріп кетуге жиналып жатты. Бірден хозяинға кінәлі адамдай қарадым. Көңілі алаңдаулы көрінді. Көздеріміз түйіскенде, оның жан дүниесін түсінгендей аяушылық сезімім оянып кетті. Төсектің төмен жағында отырған повар тәте қолымның үстінен бір-екі рет қысып, Лизаны ертіп бәрі бірден жапа тармағай шығып кетті. Кеште батып қалыпты. Төсектен тұрып едім, аздап басым айналғаны болмаса, өзімді бір қалыпты сезіндім. Душ қабылдап ретке келген соң, бөлмеден шығып баспалдақпен жоғары көтерілдім. Бірден құлып салған есікке көзім түсті. Есік шалқасынан ашылып бос жатыр. Бұрынғыдай қара құлып енді жоқ. Ас бөлме жабық тұр. Үйдің ішінде тыныштық. Есіктен шыға берісінде повар тәте аяқ киімін киіп жатыр екен. Етігінің замогын тартып жатып, басын көтере маған қарап, сен тұрдың ба? Хозяин балаларын нағашы атасы мен апасына алып кетті. Саған осында болсын деді. Мен бірнеше күн үйімде боламын. Ас үйге ремонт істеу керек. Бірақ анау тәте дей бергенімде, сөзімнің соңын тыңдамастан шығып кетті. Дәуейде жалғыз ары-бері жүрдім де қойдым. Сағат түнгі 10-нан асқанда сыртқы есік тықырлап ашылғандай болды. Жақындап келгенімде пальтосын қолына ұстап кіріп келе жатқан хозяинді көрдім. Аузынан арақтың есі бұрқырап тұрды. Теңселіп әзер жүріп келеді. Аяғы тайып құлай бергенде сүйеп едім, қолын жұлып, түш! Менде бәрі жақсы деп, тұра қабырғаларды сипалап ұйықтайтын бөлмеге кіріп кетті. Сол бойы шықпады. Есікті қақсам да үнсіз. Ақырын ашып қарасам, сөмкесін қолына ілген қалпы екі бетімен диванның сұлқ түсіп ұйықтап қалыпты. Мен де бөлмеме демалуға кеттім. Таңертең ерте тұрып, ас бөлмені реттеп, шамам келгенше шай дайындауға кірістім. Газ істеп шыққанымен тоқпен істейтін плита жасап тұр. Шай дайындап қойып, біраз күттім, келмеді. Түске қарай тұрып, ретке келген соң, ас үйдің есігін аша, жұмыс бөлмеме келіп кетші деп бұйыра. Қолымдағы орамалды үстелге қоя артынан ердім. Әдеттегідей қара диванды нұсқады. Алғашқыда емес, еркін әрі толық отырдым. Тамағын қырылдатып алып сөз бастады. Кешегі жағдай балаларға оңай соқпады. Әйеліме өзім қамқорлық жасаймын деп қолхатпен үйге алғанмын.
ауруын балаларға айтып түсіндіру мүмкін емес. Олар әзірше кішкентай. Сіз де өзіңізге тиесілі іспен ғана айналысуыңыз керек еді. Балалар нағашысына біраз болады. Осы сіздің 20 күн жасаған ақшаңыз деп қолыма конвертке салынған ақшаны ұстатып жатып, үйіңізге бара берсеңіз болады. Мен ақшаны алып рахметімді айтып, киімімді жинай үйден шығып кеттім. Ауылға анама тапқан ақшама қажетті таблетка дәрілерін алдым. Анам күліп қарсы алды. Үйде бір апта өз-өзіммен көңілсіз жүрген едім. Терезеден секірген бастықтың әйелі жайында хабар ала алмаған мәукіндім. Іштей өзімді көңілсіз сезіндім. Бастықты ма, Лизаны сағындым ба, әлде повар тәтені ме, ішімде бір қимастық сезім қалып кетті. Бір аптадан кейін өзіме жұмыс іздей бастадым. Бірақ көңілімнен шығарлықтай жұмыс табылмады. Таңертең төсектен тұрғым келмей жатыр едім, телефоным безілдеп қоя берді. Еріне алып едім, арғы жағынан бастықтың дауысы естілді. Амандық саулықтан кейін бірден жұмыс жайлы айтып, Лиза іздеп жүргенін де тілге тиек етті. Мен ойланып көрейін дегенше сотканы Лиза алып бірден тез келуін өтінді. Уәде беруімді сұрады. Мен оның бетін қайтара алмай бірден ертең жолға шығатынымды айттым. Анамна жағдайды түсіндіріп, таңертең жолға шығып кеттім. Түске қарай сол әдемі сәулетті үйдің алдында тұрған едім. Кнопканы еркін басып, таныс үйге жаймен кірдім. Есік алдынан Лиза мен хозяин күтіп алды. Лиза атымды атап жүгіре мойныма асылды. Мен құшақтап көтеріп жатып, хозяинға қарап едім. Ол да маған қарап күліп тұрған еді.